Тәттіні сүйіп жейтін көрермендер. Бүгін біздің технологтар қойытылған сүтті таңдаудың қыр-сырларын үйретеді. Жалпы қойытылған сүт қайнату арқылы құрамындағы судың біраз бөлігінен арылған сүттен қант және әртүрлі витаминдер қосып дайындалған, сапасы өте жоғары тағам. Көпшілік сгущенка деп атап кеткен тағамды көбінесе тәтті құмарлар жақсы көреді. Себебі құрамында 43-44% қант бар. Дүкен сөрелерінде қойытылған сүттің сан түрі бар. Қайсысы сапалы, қалай таңдаған дұрыс? Мамандардың кеңесін тыңдайық. Қайырлы таң, құрметті тұтынушылар. Бүгінгі біздің жалпы айтылатын мәселе тақырыбымыздың бірі ол қойылатылған зарарсыздандырылған сүт өнімі. Сүт өнімі екіге бөлінеді. Қантты қойылатылған зарарсыздандырылған және де дәстүрлі қойылатылған зарарсыздандырылған. Көбінесе қантты қойылатылған зарарсыздандырылған сүт өніміне көбінесе шоколад, кофе, какао, цикорий, сондай қоспалармен жасалынған өнімдер шығарады. Ал қоспасыз арқылы шығарылған өнім ол қантсыз қойылатылған зарарсыздандырылған сүт өнімі. Жалпы сүт өнімінде физика-химиялық құрамы бойынша 85-87% су және де оның құрамында қалған 12,5% құрғақ заттар болады. Сол құрғақ заттың ішінде ең көбі және сиыр сүтінде лактозасы көп болады. Яғни лактоза дегеніміз ол сүт қанты. Қаптамаға келетін болсақ, екі түрлі қаптама болады. Қалбырлы банкалы қаптама және де сықпа қаптамасы. Яғни қазіргі таңда өте тиімді тұтынушыға қолды болатын қаптама ол сықпа қаптамасы. Бірақ бұның бір кемшілігі сақтау мерзімі 6 айдан 12 айға дейін ақ. Ал қалбырлы банкалы қаптама бұл жерде 2 жылдан 5 жылға дейін сақталу мерзімі ұзақ. Қойылатылған зарарсыздандырылған сүт өніміне келетін болсақ, оның консистенциясы біртекті, түсі ашық қоңыр және де өзіне тән дәмі мен иісі болу керек. Жалпы алған кезде оның бөтен бөгде иісі болмау керек, стандартқа сай жасалыну қажет. Дүкендерімізде сатып алатын кезде көбінесе сыртындағы қаптаманың өндірушісіне, қаптаманың яғни қанша пайызды майлығына міндетті түрде көңіл аудару керек. Одан кейін сақталу уақытына. Қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау уақыты 1 айдан артық емес. Өйткені бұл қаптама ашылғаннан кейін бұның ішіне әртүрлі микроорганизмдер кіріп, яғни оның сапасын, денсаулыққа деген пайдалылығы төмендейді. Осы айтылған кеңестерді ескере отырып, сапалы өнім тұтынуға кеңес беремін.